Сәлеметсіңдер ме, балалар? Ақпаратты өлшеу және компьютерлік жад бөлімін жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірліктеріне ауыстыру. Өткен сабаққа шолу жасайық. Бит ақпаратты өлшеудің ең кішкене өлшем бірлігі екенін білдік. Бір байтта 8 бит бар екенін анықтадық. Және ақпаратты өлшеудің бірліктерімен танысқан болатынбыз. Ол килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, эксабайт, зеттабайт және йоттабайт. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты ол ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірліктеріне ауыстыруды жүзеге асыру. Сонымен қоса, біз мысал ретінде ақпарат сөзін алып, ол ақпарат деген сөзде қанша байт және қанша бит бар екенін анықтаған болатынбыз. Қазір біз енді мектеп деген сөзде қанша ақпарат бар екенін анықтаймыз. Мектеп сөзі 6 символдан, 6 байттан, яғни 48 биттен тұрады. Егер ақпарат өлшемін үлкен бірліктен кіші бірлікке байттан битке ауыстырсақ, онда көбейту амалын қолдану керек. 8-ге көбейтеміз. Кіші бірліктен үлкен бірлікке ауыстыру үшін бөлу амалы қолданылады. Мысалы, 8 байт көбейтеміз 8-ге 64 битке тең. 4 байт көбейтеміз 8-ге 32 битке тең. 30 байт 240 битке тең. 480 бит берілсе, оны біз 8-ге бөлу арқылы 60 байт бар екенін анықтаймыз. 128 битті біз 8-ге бөлу арқылы 16 байт бар екенін анықтаймыз. Есте сақтаңдар. Егер ақпарат өлшемін үлкен бірліктен кіші бірлікке ауыстырсақ, онда көбейту амалын қолдану керек. Кіші бірліктен үлкен бірлікке ауыстыру үшін бөлу амалы қолданылады. Ақпаратты бір өлшем бірліктен басқа өлшем бірлікке ауыстыру кескінін көрейік. Бит өлшем бірлігінен байт өлшем бірлігіне ауыстыру үшін біз 8-ге бөлеміз. Яғни кіші өлшем бірліктен үлкен өлшем бірлікке ауыстыру үшін бөлу амалы қолданылады. Биттен байтқа ауыстыру үшін 8-ді пайдаланамыз, ал байттан килобайтқа, мегабайтта одан ары қарай ауыстыру үшін 1024-ті пайдаланамыз. Яғни балалар, бит өлшемінен біз байт өлшеміне ауыстыру үшін 8-ге бөлеміз. Ал байттан килобайтқа ауыстыру үшін 1024-ке бөлеміз. Килобайттан мегабайтқа 1024-ке бөлеміз. Сонымен қатар, керісінше, үлкен өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке ауыстыру үшін біз көбейту амалын қолданамыз. 1024-ке көбейтеміз. Килобайт болады. Килобайттағы ақпарат өлшем 1024-ке бөлсек байт болады. Және 8-ге көбейтсек, ол бит болады. Мысалы, 36864 бит 8-ге бөлсек 4608 байт болады. Оны 1024-ке бөлсек 4,5 килобайттық өлшем бірлік болады. 1024-ке бөлсек 4,5 килобайтты 0,04 мегабайт болады. Яғни 36864 бит тең болады 4,5 килобайтқа, не болмаса 0,04 мегабайтқа. Және керісінше үлкен бірліктен кіші бірлікке ауыстырайық. Берілгені 15 мегабайт. Оны біз кіші бірліктерге ауыстырайық. 15 мегабайтты біз көбейтеміз 1024-ке, 15360 килобайт болады. Оны біз 1024-ке көбейтсек, 15,728,640 байт болады. 8-ге көбейтсек, 125,829,120 бит болады. Осымен балалар, ақпаратты бір өлшем бірліктен басқа өлшем бірлікке ауыстыру кескінін пайдаланып, сіздер ауыстыра алады деген ойдамын. Енді бірге тапсырма орындап көрейік. Берілген сурет. Көлденеңінен 1200 түрлі түсті нүктеден тұратын, тігінен 600 нүктеден құралған суретті сақтау үшін талап ететін ақпараттың көлемін есептеңдер. Шешуі: 1200-ді 600-ге көбейтеміз, 720.000 нүкте болады. Ол дегеніміз 720.000 байт. 720.000 байтты 1024-ке бөлсек, 703,125 килобайт. Жауабы: суретті сақтау үшін 703,125 килобайт қажет. Келесі тапсырмаға көшейік. Берілген ақпараттың өлшем бірлігін басқа өлшем бірлікке ауыстыру арқылы ұяшықтарды толтырыңдар. Мына жерде ұяшық берілген сіздерге. Бірінші бағанында берілген ақпараттың өлшем бірліктері. Соңғы ұяшықта қандай өлшем бірлікке ауыстыратындарыңыз көрсетілген. Үшінші бағанда анықтайтын цифрларды жазасыздар.
Кәнеки, анықтап көріңіздерші. Анықтап болсаңыздар, тексеріңіздер. 1 байтта 8 бит бар. 128 битте 16 байт бар. 1 килобайтта 8192 бит бар. 1,15 килобайтта 1536 байт бар. 2048 байтта 2 килобайт бар. 2 мегабайтта 2048 килобайт бар. 81920 битте 10 килобайт бар. 1,15 мегабайтта 1.572.864 байт бар. Тексердіңіздер ме? Енді балалар, бүгінгі өткен тақырыбымызға сәйкес сіздерге бақылау сұрақтары мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма. 1 гигабайтта қанша мегабайт бар? Екінші сұрақ. Егер 256 беттен, әр беті 95 жолдан, әр жолы 80 символдан тұратын кітапты сыйымдылығы 2 гигабайт флешкаға жазса, флешкада қанша орын қалады? Анықтаңыздар. Үшінші тапсырма. Фотосуреттің өлшемі 4000-нан 1000 нүктеден тұрады. Әрбір нүкте сонша түстен тұрады. Оны кодтау үшін 2 байт қажет. Берілген фотосурет қанша орын алады? Бұл сіздерге үйде орындауға арналған тапсырмалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.